Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерді өз арнамда көргенім үшін қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге таңғы асқа гренки дайындайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен шұжық қажет болады, яғни колбаса. Осылай видеодағыдай әдемілеп біркелкі қылып турап аламыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді бізге багет нан қажет болады. Нанымызды дәл видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен әдейі көрсеттім. Достар, алдағы уақытта кереметтей рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін қазақша фудблогтың аз да болса дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Енді жаңағы кесіп алған нанымыздың ішіне осылай колбасамызды салып орналастыратын боламыз. Енді қияр дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, үстіне шым-шым тұз, яғни дәміне қарай, сосын паприка қосатын боламыз. Жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Біркелкі маса шыққаннан соң сол жұмыртқамызға батырып отырып, екі жағын бірдей батырып алып, майымызға салып қуырып аламыз. Гренкиімізді қызып тұрған орташа оттағы майда қуырып алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көріңіздер. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.